Құрметті достар, бүгін қанаптардан қалай кәуап жасайтынын көрсетемін. Хмели сунели деген дәмдеуіш қосамыз. Мынаның ішіне кішкене қара бұрыш қосып жібердім. Одан кейін барып кішкене тұз қосасыз. Тұз қосып болғаннан кейін мынандай аджика деген дәмдеуішті аласыз. Полностью бір банк қосып жібересіз. Одан кейін барып горчица, көп емес, 1-2 қасық көп болса жетер. Соя тұздығы жетер. Зәйтін майы жоқ болса, су май қоса салыңыз, іштен кетпейді. Мынаның бәрін енді жақсылап тұрып, араластырып, 3-4 сағатқа қалдырып қоясыз. 3-4 иісі деген енді бұрқырап тұр, біраздан кейін көрсеміз. Ал енді мына етімізді шампурға отырғызамыз. Бүйтіп кішкене шетке қисайтып қоясыз. Немесе бүйтіп қойсаңыз, шампур бүйтіп қисайып құлап түседі. Қаңылтырды бүйтіп тура ортасына кигізе бересіздер. Ең бастысы мына екі бөлімшесі ме, қалайша екі части, короче, отдельно. Мына шет отдельно шампур, мыналар отдельно шампур. Бір шампурға салмай қойыңыз. Негізі мына қалыңдығы ерекше ғой екеуде. Мынау тез піседі, мынау кішкене көбірек піседі. Кәуапты қуыратын кез. Мына көмір деген қып-қызыл болып, мынандай болмау керек. Үсті деген әппақ болу керек, міне мынандай болып. Кәуаптың дұрыс пісіп атқаны быжырлаған дыбыс шығу керек. Пш-пш-пш деген. Достарым, кәуабымыз дайын болды, мына көрейік ішін. Қараңдар. Опа, бәрі дайын. Маған кес көрейік енді. Бәрі дайын, іші қып-қызыл емес. Ең шақты қуырсаңыздар, бәрі күшті болады. Ойбай шіркін-ай.